Сәлем барлықтарыңызға. Мен Ару Эльфпен бірге қасымызды 2 минутта жасауды үйренейік. Бірінші бізге керек осындай 3 өнім. Гелді алып қасымызды өте сәндеп, қайырып тараймыз. Гелді аямаймыз. Жақсылап осылай жатқызып, тарап формасын келтіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай менің қасым өте қалың және формасыз. Екі қасымды екі түрлі деп айтса да болады. Осылай мына жатқызып болғаннан кейін осы пустой жерлерді толтырамыз. Жоқ жерлерге талшықтар саламыз, яғни шаштарды. Сосын тағы да өнім бітіп қалса қолымызға алып, осылай алды жағын сызып бастаймыз. Алды жағына сызу себебім мен өзіме осылай ұнайды, четкость береді кішкене. Сіздер сызбай қойсаңыз да болады, сызсаңыз да болады. Сосын кішкене төбе жағында бояп қоямыз. Осылай бір қарап, кейбір жерлерінде қателіктер болса, мен де осылай қателік жасап алдым, байқамай. Қазір оны біз қалай жөндеу керек екенін көрсетемін. Міне осындай екі өнім арқылы біз артық жасалған қимылдармен артық талшықтарды алып тастаймыз. Осылай четкость беріп, кішкене бояймыз астымызды. Қастың үстін боямауға тырысыңыздар, өйткені ол трендті емес. Осылай алды жағын кішкене тарап жіберіп, өзіміздің түрімізге тамсанып қарап тұрамыз. Осылай қас бояп тез үйреніп алуға болады. Сәттілік қыздар!